Қайырлы күн достар, сіздермен Назерке. Бүгін сіздермен тез дайын болатын чебереке дайындаймыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен қамырын дайындаймыз. Жарты стакан суымызға бір жұмыртқа салып, және оған 20 грамм сұйық май құйып, дәміне қарай тұз саламыз. Жақсылап араластырып, орташа жұмсақтықта қамыр илейміз. Егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, мені жоғалтып алмас үшін подписаться батырмасын басып, каналыма жазылып қойыңыздар. Қамырды илеп болған соң 10-15 минутқа тұндырып қоямыз. Сол кезде подливын дайындап аламыз. Табамыз қызған соң, оған шамалы сұйық май құйып, керекті фаршымызды салып, жақсылап қуырамыз. Етіміз жақсылап қуырылды. Енді бір пияз жеткілікті. Бір пиязымызды алып, майдалау етіп турап, оны да жақсылап қуырып аламыз. Енді күштен өткізілген сәбізімізді салып, оны да қуырып аламыз. Сосын дәміне қарай тұз, бұрыш саламыз. Ұзақ қуырудың қажеті жоқ, 2-3 минут қана қуырсақ жеткілікті. Енді ие қанған қамырымызды алып, дөңгелек етіп жаямыз. Мантының қамыры сияқты қатты жұқа етпейміз. Сәл қалыңдау етіп жаямыз. Қамырды жайып болған соң, тура мантының қамырын кескендей етіп, 4 бұрыштап кесіп шығамыз. Мінекей 4 бұрыштап кесіп, жайып шықтық. Енді жаңағы дайындаған салманы салып, түйетін боламыз. Салмасын салғанда осылай бір шетіне ғана саламыз, ол түйгенге ыңғайлы болу үшін. Қамырымызды алып, 2 бүктеп, шет-шетін шанышқының көмегімен басып шығамыз. Енді қызып тұрған майда 2 жағын қызартып, қуырып аламыз. Мінекей біздің дайындаған чеберекеміз дайын болды. Ас болсын.